Армысыздар ағайын, бүгінгі подкаст форматын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Нұрсейітов Ильяс Болатұлы. Өмірін ұстаздық жолға арнаған педагог, еңбек жолын мұғалім болып бастап, International Future School мектебінің директорына дейін жүріп өткен еңбек жолы бар. Елдегі білім саласының дамуына үлесін қосып, білімді әрі сауатты ұрпақ тәрбиелеуді мақсат етеді. Қазақстан Халық партиясының атынан ұсынылған құрылтай депутаттығына ұсынылған кандидат. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Сұрақты төтесінен бастайын. Ұстаздарды қазір не алаңдатады? Жалақының төмендігі және категориялардың жаңағы талапшылығы. Категория бойынша бізде көп талаптар бар. Және жоғары жақтан көптеген қағаз отчеттар керек емес, мұғалімге сабаққа қатысты емес жұмыстар. Осының барлығы алаңдатады. Сіздің еңбек жолыңызды қарап өттім және біраз шетелге дейін оқып келген екенсіз. Неліктен елде қалдыңыз? Көбінесе болашақпен оқып келгендер сол жақта қалып қойып жатады. Ол мен келісе алмаймын сізбен. Өйткені менімен бірге болашаққа оқығандардың барлығы қайтып келді. Егер өз ақшасымен барып оқитын болса, сол адамдар көбісі қалып қалады. Мен өзім патриот болғандықтан қоғамды жақсы көремін, қоғамға қызмет ету үшін дүниеге келгем деп айтуға болады. Сол үшін мен Қазақстанды ешқашан тастамаймын. Ондай ойымда болған жоқ. Сол жақта қалам деген. Білім үшін бардым, білімді алып, қайтып, қазір қоғамға жұмыс істейміз. Еңбек жолыңызды мұғалім болып бастап, қазір мектеп директорына дейін еңбек жолын жүріп өттіңіз. Бір маман ретінде осы сала бойынша айта аласыз. Қазір осы саладағы ең үлкен мәселе ретінде нені көрдіңіз? Білім саласында. Негізі мәселе емес білім саласында, мәселелер көп. Соның бірі оқу бағдарламасы. Біздің оқушылардың оқитын пәндердің саны өте көп. 13-14-ке дейін барады. Керек емес, мысалы пәндер бар. Мысалы география, дүниетану деген сияқты. Шет елдерде, дамыған елдерде осындай сабақтарды, пәндерді біріне қосып тастаған. Мысалы ғылым саласы деп оған физика, химия, биологияны қосқан. Математикамен мысалы алгебра, геометрияны бір пәнге қосқан. Әлеуметтік сабақта пәндер деп мысалы география, тарихтарды қосқан. Сөйтіп бізге пәндердің санын қысқарту керек. Ол біріншісі. Екіншісі бізге керек емес категориялар. Мұғалім категорияны аламын деп, категориясын немесе дәлелдеймін деп сабақтан тыс қалып, ойының барлығы сол қағаз отчеттарда қалай сол портфолиомды жинасам бекен, қалай тестті тапсырсам бекен дейді. Мысалы шетелде ондай жоқ. Шетелде 3 жыл сайын жаңағы курстарын өтеді, 3 жыл сайын экзамендерін тапсырады, болды. Ешқандай жоғары, төменгі, екінші деген категория жоқ. Сол үшін бізде мұғалімдерге сондай үлкен ауыртпашылық бар. Бізде мектептер, мысалы мемлекеттік мектептер, олар жарты күн ғана бала барады. Дамыған мемлекеттерде бала таңертең сағат 8-де кірді ме мектепке, түстен кейін сағат 3-те 4-те шығады. Келесі мәселе бізде мысалы демалыстардың және каникулдардың күндері өте көп. Біз мысалы жазда 3 ай демаламыз. 3 айда бала барлығын ұмытады. Уже қыркүйекте келген кезде ол білмейді алдыңғы сыныпта не оқығанын. Сөйтіп айта берсек, мәселелер көп. Мұғалімдердің де жаңағы жалақысы да төмен, мектептерде жаңағы инфрақұрылым да төмен, ескі компьютерлар, ремонтсыз класстар, құлайын деп жатқан мектептер, ауылдық мектептерді айтпай қойсақ та болады. Ол жақта мүлдем сапа жоқ деп те айтса болады. Егер мысалы білім бізде саласы жоғары болса, қазір олимпиаданы ұтатындар кімдер? Тек республикалық мектептердің оқушылары, жаңағы физикалық, математикалық, Назарбаев зияткерлік мектептерінікі, жаңағы бұрынғы түрік лицейінің, қазақ-түрік лицейінің оқушылары қазір, және жекеменшік мектептердің оқушылары олимпиаданы ұтатын. Ауылдан шыққан немесе мемлекеттік қалалық мектептен шыққан олимпиаданың ұтқандарын сіз жиі көрмейсіз, жиі естімейсіз. Өте баяу жұмыстар жүргізіліп жатыр ол жерде. Ауылдағы мектептердің жайы мүшкіл қазіргі. Ол жаққарға білікті мамандарды қалай тарта аламыз? Тек қана ақшамен. Тек қана баспана берсе, жалақы берсе, оның жаңағы мұғалімдік статусы сақталса, әйтпесе жастар бармайды. Барғанның өзіне де 1-2 жылдан кейін қайтып кетеді қалаға. Үлкен жалақымен ғана
оларды тартуға болады. Ал егер тіпті кішкентай мектептер болса, мысалы Қарағанды облысында мектептері көп, 40 бала, 50 баламен отырған. Өте кішігірім ауылдар, жаңағы 100 үйі бар ауылдар. О жақта ондай мектептің ұстаудың қажеті не? Оған мысалы білікті мамандар ешқашан бармайды. Айына 2 миллион төлесеңіз де. Сондықтан ол мектептерді жауып, орталыққа бәрін жинастырып, немесе онлайн мектепті дамытып, сөйтіп көтермесе ақша құмға су құйылғандай бостан босқа құр кетеді. Сіз білсем, қазір жеке меншік мектептесіз. Неге жеке меншік мектепті таңдадыңыз? Жеке меншікті таңдаған себебім, өйткені шақырды. Болашақты бітіргеннен кейін келіп осы мектеп ашайық. Өйткені ол жаңа формат, жаңа үлгі, өзіме жаңағы тәжірибе болсын деп, Америка құрама штаттарынан алған білімді практикада іс жүзінде жүргізейін деп шақырғаннан кейін ол үлкен жоба. Маған өте ұнайды, өзімнің мамандығым, өзімнің жұмысым, өзімнің мектебімді қатты жақсы көрем. Сол үшін бардық. Жалақы үшін емес, балалар үшін, болашақ үшін. Бізде елімізде үлкен әсіресе мегаполистерде үш ауысымды мектептер әлі күнге дейін бар. Осындай үш ауысымды мектептер қандай тәуекелдерге алып барады? Ол енді ұят. Олдай мәселенің шешілмей жүргені бізге болашақ ұрпақтың алдында ұят болу керек. Біз үлкен қалалар саламыз, үлкен зәулім үйлер саламыз, сауда орталықтарын саламыз. Айналдырған 20 миллион халқы бар үлкен территорияда қазба байлықтарына бай, 9-шы орында жер десе жері бар, суы бар, барлық ресурстар мен мүмкіндіктер бар. Осы мемлекеттен бай жана қуатты мемлекет жасауға. Сондай мүмкіншіліктерді қолда ұстай отырып, үш ауысымдық мектепте балалардың әлі оқып жүргендер ол үлкен мәселе. Оны тіпті шетелдік адамдарға тіпті айтуға болмайды. Сол мектеп салуға немесе сол білім саласына көп ақша кетпейді ғой. Азар болса бір жақсы мектеп салса, бір 5 миллиардқа дейін ғана теңге керек. Мемлекетте ақша бар негізі, бірақ та ол дұрыс пайдаланбайды. Мысалы, керек емес жылда осы Астана қаласында асфальттың бетін алып тастайды. Асфальттың бетін жаңағы қайттан жаңасын салады бір 3 сантиметр, 5 сантиметр. Не керегі бар оның? Қоғамның несін, сана сезімін кішкене өзгерту керек. Сіз ойлайсыз ба, қазір мысалы бір палаталық парламентқа өттік, конституция ауыстырдық, министрлер ауысады, әкімдер ауысады, президент ауысады, жемқорлық мысалы кете ма деп. Кетпейді. Неге кетпейді? Өйткені адамдардың санасында білімі төмен. Олар жоғары білімді адам өзіне жоғары жемқор адамды қоймайды. Ол талап етеді заңды, тәртіпті. Бізде жалпы халықтың мысалы енді қанша процент екенін айта алмаймын. Білім жоқ. Содан кейін басшы не айтады, сол дұрыс дейді да, сонымен келісіп жүре береді. Шыдап, көніп, басын изеп. Сол үшін осы бүткіл мәселені шешу үшін Қазақстандағы жемқорлық болсын, жаңағында экологиялық болсын, жаңағы білім саласы болсын, индустриал саласы болсын, ең бірінші білім саласын көтеру керек. Сингапурды қараңыз, Нидерландыны қараңыз, Оңтүстік Корея, көп дамыған мемлекеттер ең бірінші, бірден дамыған мемлекет болған жоқ қой. Ең бірінші олардың не істеді? Жас мамандарды шетелге жіберді. Оқып кел, тәжірибеңді алып кел. Мұғалімдердің статусын көтерді, олардың жалақысын көтерді, мектептер салды, оқу бағдарламасын өзгертті. Сол сияқты бізге асфальт ауыстыру, көпір сал, анда заводтар сал деген барлығы бостан босқа ақша кетіп жатыр. Мысалы, Германия қазір Қазақстанға фарм компанияны салам десе, мысалы, инвестициямен келсе, ол келмейді. Неге келмейді? Өйткені маман жоқ. Неге біз мысалы сауда орталықтарын саламыз? Бізге айтады ғой. Базар көп, андай, мысалы, заводтар жоқ, фабрикалар жоқ. Кім ашады оны? Инженерлер жоқ болса. Біздің қолымыздан келетіні бүгін сауда жасап, ертең сол ақшаны құрту, жаңағы госзакупқа қатысу, ол ақшаны құрту болды. Базарный экономика бізде қазір. Оның барлығы осы білімнің жоқтығынан. Мұғалімдердің мәртебесі туралы Асхат Аймағамбетов бастаған бір топ депутаттар біраз көтерді ғой енді.
шамасы жеткенше көтерді. Әлгінге дейін қандай мәселе айтылмай қалды деп ойлайсыз? Мысалы, мен министр болсам, немесе сол басшы болсам, мен бағалау жүйесін мүлдем алып тастайтын едім. Ең құрмағанда 7-9 сыныпқа дейін. Бағалаудың ешқандай қажеті жоқ. Осы бағалау үшін, алтын белгі үшін, қызыл аттестат үшін, жаңағы сот үшін оқушыларға, мұғалімдерге үлкен психологиялық қысым көрсетіледі қоғамда. Көршінің баласы қызылға бітірді, сен бітірген жоқсың. Анамның баласы грантқа түсті, сен бітірген жоқсың. Сен үшін мен бүгін ұялдым, сен 2 алдың. Сен үшін мені бүгін директорға шақырды, мектепке шақырды деп балаларға үлкен қысым көрсетіледі. Осының кесірінен біздің жасөспірімдердің арасында суицид қазір Қазақстанда білесіз ғой, біз жаңағы жоғарғы рейтингтардамыз, жаңағындай рейтингтарда. Осының барлығы осы бағалау жүйесінен. Одан кейін баға бізде жаңағындай өтірік қойылады. 2 қоюға болмайды, 3 қоюға болмайды. Тек қана 4 пен 5 қою керек. 3 қойып көрсін мұғалім. Бітті, директор шақырып алады, бағаны өзгерт дейді. Атана келіп, мысалы жаңағындай жалоба етеді. Ол отчет жаққа барғаннан кейін дұрыс болмай қалады. Сол үшін ең бірінші осы бағалау жүйесін өзгерту керек бізге. Ең басты мәселе қазір бізде тұрған ол бағалау жүйесі, және кітаптардың, бағдарламаның ішінде жалпы сапа жоқ. Министр келеді, кітаптар ауысады. Оның ішінде сапаны кім тексереді, өтірік рецензияларын қояды. Сонымен бизнес. Бір сөзбен айтқан кезде. Ілияс мырза, сіз құрылтай депутаттығына кандидаттар тізіміндесіз. Құрылтайға өтіп жатсаңыз, көтеретін ең бірінші мәселеңіз не болады? Білім саласы, әрине. Білім саласында жаңағы айтып өткен мәселелер көп. Соларды шешу керек міндетті түрде. Сіз білесіз ба, мысалы, Америка құрама штаттарында білім министрлігі жоқ. Ол және әрбір президент сайлауға қатысқан кезде компаниясында өзінің міндетті түрде білім саласында қалай дамытатын, қалай реформаларын айту керектігін міндетті. Жаңағы әрбір штат өздерінің деңгейінде білім саласын шешеді. Енді федералдық өздерінің нелері бар, стандарттары бар. Осындай экзамендер тапсыру керектігін, мысалы, осындай пәндер оқу керектігін, ал былай мысалы жалпы ондай министрлік жоқ. Енді бізде министрлікті енді жабу қолымыздан келмейді, әрине, оны ешкім бөлсе де жаппайды. Сондықтан білім саласын көтеру керек, ең бірінші халықтың жаңағы санасын, білім деңгейін көтеру керек. Осы мәселе шешілмегенше, көтерілмегенше біз осылай жүреміз. Мысалы, сізге ұнай ма? Адамдармен, мысалы, ер адамдармен амандасасың, танысасың. Екінші сұрақ, руың кім? Мысалы, неге білім сұрамайды? Неге мамандық сұрамайды? Неге жоғары технологиялар туралы әңгіме құрмайды? Соңғы 500 жыл қазақтардың әңгімесі, қараша айынан бастап, анау наурызға дейін менің соғым, бажамның жіберген соғымы ең күшті, біздің Қарағандының немесе Шымкенттің еті ең дәмді, немесе кредитқа той жасайды. Показуха. Деңгей, біздің қоғамның деңгейі сондай қазір. Енді сіз Қазақстан халық партиясы атынан ұсынылған кандидатсыз. Неліктен Қазақстан халық партиясын таңдадыңыз? Партияның ұнайтыны ол халық партиясы. Ол жаңағында популистік қозғалыстар, популистік жаңағындай инстаграмға лайк жинау үшін жасамайды. Ол мысалы өзіңіз енді хабарда шығарсыздар, қаншама ұсыныстар болды жаңағындай парламент сағаттарында, қаншама заң жобалар қабылданды. Сол үшін халық партиясын таңдадым. Өйткені маған жаңағындай саяси ұстанымы, бағдарламасы менің өмірлік жаңағындай жұмыстағы көзқарасыма, тәжірибелік жаңағы неме сәйкес келеді. Сынды қалай қабылдайсыз? Біз енді мектеп басшысы болып соңғы 6 жыл күнде сынайды бізде, күнде мәселелер көтеріледі. Өте үйреніп кеттік оған, қатты
қатты жаңағындай нервничать айтты өзінің ойын, айтты, жарайды. В общем, түнде жақсы ұйықтаймын. Әдемі. Әдемі. Енді Ілияс мырза, қысқаша блиц форматында сұрақтарым болады. Бір ауыз сөзбен жауап бересіз. Бір сөзбен Қазақстан. Ұлы дала. Көшбасшы қандай болу керек? Еңбекқор болу керек, әділ болу керек, білімді болу керек. Әділдік пе, әлде тиімділік пе? Әділдік. 3 қасиетіңіз. Еңбек сүйгіштік, жаңа қиыншылықтан қорықпаймын, және мақсатыма жете аламын. Егер құрылтайға өтпей қалсаңыз не істейсіз? Мектепте сол білім саласын дамытамыз. Болды, біз уже білім саласында жүргеннен кейін болды, осы білім саласында жүреміз. Қоғамға қызмет етіп жалғастырамыз. Сайлаушыларға айтар негізгі үндеуіңіз қандай? Өзіңіздің құқықтарыңызды біліңіз. Білімге аш болыңыз. Үлкен мақсат қойыңыз, армандаңыз. Еш қашан уақытты босқа жоғалтпаңыз. Кітап оқыңыздар, ғылым қуалаңыздар. Қазіргі заман ол білім мен ғылымның заманы. Тарихқа үңіліп, біздің қазақтар кезінде батыр болған, біз бүйткен, біз ана жақты өртеген, біз ана жаулап алғанбыз деген болды, кетті. Оны қайтып келмейді. Қазір болашақты ойлау керек, білімді ойлау керек. Өзің балаларға жақсы тәрбие беруің керексің. Өзің үлгі болуың керексің. Өзіңді жақсы ұстап қоғамда, үлгі болсаң, артындағы өске жатқан ұрпақ та, балаларың да сондай болады. Әке-шеше кітап оқыса, балалар да кітап оқиды. Әке-шеше мысалы кітап оқымаса, балалар да оқымайды. Сондықтан бірінші біз ұлтты тәрбиелеуіміз керекпіз. Сапалы білім беруіміз керекпіз. Оның барлығы өзімізден басталады. Білім қуаласақ, біздің үстіміздегі қоғамда, басшылар да, мемлекетімізде сондай білімді болады. Бәрі бізге байланысты. Оларға байланысты емес. Неліктен дәл сізге сенім білдіруі тиіс? Менің еңбек жаңағы тәжірибем бар. Қазақстанда да жұмыс істеп білім алдым. Шетелде де жұмыс істеп білім алдым. Қазір мен ойлаймын, келді уақыт. Ары қарай заңнамаларды дұрыстауға, дұрыс тәртіптерді орнатуға уақыт келді. Сондықтан ары қоғамға қызмет ету керек. Бәрекелді. Рахмет.